Саламатсыздарма, құрметті студенттер. Менің аты жөнім Халниязова Хилола. Мен Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінің физика пәнінің мұғалімімін. Құрметті студенттер, бүгін сіздермен өтетін тақырыбымыз рентген сәулелері. Рентген сәулелері, яғни атомның құрылысының күрделі екендігін тағы бір рет көрсететін тақырыптарымыздың бірі. Студенттер, мен сіздерге қазір рентген сәулелерінің қалай ашылғандығы туралы видеоролик көрсеткім келіп тұр. Елдің бәрі қалың ұйқыға кеткен кезде тек қана немістің ұлы ғалымы Вильгельм Конрад рентгеннің ғана кабинетінде жарық өшпей тұрды. Ол катодты сәулелерді зерттеп, тәжірибе жасап отырған болатын. Түннің бір уағы болған кезде рентген өзінің шаршағанын байқап, үйге қайтпақшы болады. Катодты сәулелі түтікті қалың картонмен жауып, жарықты сөндіріп, қайтайын деген кезінде өзінің столының үстінен жылпылдаған жасыл сәулені байқайды. Жақындап кеп қараса, бұл ыдыстың ішінде тұрған барий кристаллы екен. Барий кристаллының ерекшелігі ол өзіне жарық түскенде ғана жарқырайтыны белгілі болады. Бұл жарықты катодты сәулелі түтік беріп тұр деген қорытындыға келеді. Яғни бұған қалың картонның қабығы әсер етпей тұр деп ойлайды. Сол күні рентген үйіне қайтпайды, және де осы қайтпағаннан 7 апта бойы осы тәжірибе негізінде көптеген еңбектер жасайды. Ол кәдімгі экран жасайды, барий кристаллын сеуіп экран жасайды. Осы экран мен сәулелі катод түтігінің ортасына бірінші кітап қояды, одан кейін ағаш қояды, одан кейін алюминий фольга қояды, одан кейін мыс тәрелкесін қояды. Бұлардың бәрінен жарық өтіп кеткенін байқайды. Ал енді экранға шкатулка мен әмиян қойған кезде экранда әртүрлі көлеңкелердің пайда болғанын байқайды. Ең соңғы тәжірибесінде тіпті әйелін шақырады. Тарихта қалған әйел адамның сақинасы бар саусақтың ізі осы кезде жасалған болатын. Бұл сол кезде ең керемет жаңалықтардың бірі болды. Тіпті осы кездегі тұрғындар өздерінің сүйектерін суретке түсіруді, ендеше көрінбейтін заттың ішіндегі нәрселер бұл сәуле үшін көрінетін болып шықты. Рентген бұл жаңалығын 23 қаңтарда 1896 жылы жарыққа шығарды. Бұл жаңалығы үшін физика ғылымында ең алғаш рет Нобель сыйлығына ие болған рентген екен. Рентгеннің қарапайымдылығы соншалық, Нобель сыйлығын алу үшін марапаттау рәсіміне де бармайды. Ол сыйлығын, яғни почта арқылы беріп жібереді. Бірақ оны рентген дәлелдей алмағандықтан ол X сәуле болып қала берді. Уақыттар өте келе оны ғалымдар осы рентгеннің құрметіне рентген сәулесі деп атады. Мен рентген сәулесінің келіп шығу тарихымен таныстық. Енді рентген сәулесі қалай пайда болатындығына тереңірек үңілсек. Яғни біз катод пен анодты аламыз. Катодты қыздырғанда одан өте көп электрондар ұшып шығады. Ол электрондар барып анодқа соғылған кезде рентген сәулесі шығады. Яғни бұл сәулені басында рентгеннің өзі X сәуле деп айтқан болатын. Рентген диагностикасының басты әдістері мыналар.
рентгенография, рентгеноскопия, рентгенотомография, флюорография. Рентгеноскопияда зерттеуге қажетті зат арқылы рентген сәулесін өткізіп, оның кескінін экраннан бақылайды. Рентгенография бұл әдісте зерттелетін заттың кескінін үлбіге, пленкаға түсіріп алып, оны ұзақ уақыт құжат ретінде пайдаланады. Флюорография. Флюорографияда флюоресценттік экрандағы кескінді шағын өлшемді фотоүлбіге түсіріп алу әдісін айтады. Рентген томографиясы. Қазіргі кезде кең тараған рентгенодиагностиканың бір түрі. Енді рентген сәулелерінің негізгі қасиеттеріне тоқталсақ. Біріншісі, рентген сәулелерінің өтімділік қабілеті күшті. Сәуле шоғы денеден өткенде, денеге түскендегіден интенсивтілігі азаяды. Осы қасиетін медицинада аурудың ішкі мүшелерінің жағдайын көруге, сүйектердің сынықтарын, денеде бөтен дененің пайда болуын анықтау үшін қолданылады. Екінші, егер рентген түтігі мен экран аралығына қолымызды қояр болсақ, онда қол сүйегі сәулені күштірек тоқтатады да, ал бұлшық ет әлсіз тоқтатады. Экранда қол қаңқасының көлеңкесі пайда болады. Енді студенттер сіздермен кері байланыс жасайтын боламыз. Яғни, мына жерде берілген тұжырымдарды оқи отырып, олардың дұрыс немесе бұрыс екендігін, немесе ол туралы мағлұматтың жоқ екенін нақты белгілейтін боласыздар. Белгілеп болғаннан кейін қайтадан маған жібересіздер. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.